Құрметті шылаушыға қызығушылар, міне бүгін 13 желтоқсан. Міне мына жерге біз қазір бір КАМАЗ гөңді әкеп төктік. Міне қалай жуамыз дейсіздер. Просто бір КАМАЗ гөңді былай жерге жайдық. Жерге жайып, шлангын тастап қойдық. Су ағып жатыр міне. Міне біз осылай гөңдерді жуамыз. Гөңді қалай жуамыз дейсіздер. Бұл енді бір КАМАЗ гөң. Ал енді сіздер бір квадрат, екі квадраттарға шамалы ғана гөң алып жұмыс істетсеңіздер болады. Осылай үстінен ағызып қоямыз. Я болмаса былай шлангыны алып үстінен сеуіп тұрамыз. Мына шет-шеттерінің барлығын жақсылап жуу үшін мен қолымда телефон тұр ғой, сондықтан ыңғайсыз болып тұр. Міне осылай шлангыменен шет-шеттерінің барлығын жақсылап су сіңдіріп тұрып жуамыз. 1-2 сағат осылай жуатын болсаңыз, мына гөңдердің барлығын шет-шетінен қою күрең сулар ағып, мына гөңнің бәрі жуылатын болады. Міне бұл гөң жуудың ешқандай қиындығы жоқ. Көп адам мен гөңді қалай жуамын, түсіріп жіберіңізші деп жатады да. Ал енді азғантай ғана гөңді кез келген жерге осылай үйесіз де жуып тастауыңызға болады. Ал енді мынау жатқан бір КАМАЗ гөң, біз оны жақсылап тұрып жайдық. Жайып, енді осылай шлангы тастап қоясыз. Қараңыздар, мына бір КАМАЗ гөң просто мен жайып тастағанмын. Бір КАМАЗ гөңді жайып қоясыз, үстіне шлангыны қойып қоясыз. Су жан-жағынан ағады. Мына кәдімгі лай жатқызған сияқты. Кішкене шет-шетін төмпешік істеп аласыз да, мына су ортасында аға береді. Бұл гөң болғандықтан су астына сіңіп кете береді. Таза гөң, малдың қиы, топыра, шөптер араласқан, мына шөптерімен жатыр. Шөптер араласқан. Кәдімгі сиырдың жазымен жатқан мына гөңі. Сиырдікі таза. Енді қойдікі көрмейді, жылқындікі болуы мүмкін, араласқан ішінде аздап. Негізінде қойдың гөңі міне. Бір КАМАЗ гөң осылай әкеп жерге міне. Біз мына цементтің есіктің алдына төктік. Бір КАМАЗ гөңді міне тағы да жуып жатырмыз. Бұларды жуып, кішкене ферментациядан өткізіп аламыз, қыздырып. Осыны жуып болғаннан соң үстіне жақсылап күленкемен жауып тастаймын. Мына гөң қызғанда бір аударып тастаймын, шет-шетіне қаратып, содан кейін қайтар екінші рет тағы да аударамыз. Үшіншісінде алып барып ана бұрттардың үстіне тастаймыз. Керекті жерімізге оларды қолданамыз да, міне осылай шлангын тастап қойып жуасыздар. Астына су сіңе береді, ешқандай да қиындығы жоқ. Міне гөңді жуудың бірден бір жолы осылай.